Мұзды өлке 2 мультфильмі. Екінші бөлім. Бірінші бөлімде Эрендел патшалығы мен Нортулдра халқының арасында соғыс болған болатын. Соның кесірінен бүтіндей бір орман қарғысқа ұшырап, оны тұман алып кетеді. Ол орманнан ешқандай адам өте алмастай болып қалады. Яғни 4 сиқырлы күш тоқтап қалады. Сол 4 сиқырлы күш әдейі осы орманның жолын жауып тастайды. Оған сырттан адамдар кіре алмайды, ол орманнан сыртқа адамдар шыға алмай қалады. Осы оқиғаны Эльзаның әкесі аяқтаған кезде екі қыз қатты таң қалады. Анна болса оқиғаның жалғасын естігісі келіп сиқырдың күшін білгісі келеді. Ал әкесі бұл сиқырдың қайтадан оянуы мүмкін екенін айтқан кезде Эльза қатты таң қалады. Ал анасы бұларға ол сиқыр туралы бір өзен құпия ақпаратты білетіндігін айтады. Бұған Эльза қатты қызығады. Сонда Эльза мен Аннаның анасы оларға бір керемет өлеңді айтып береді. Ол өлеңді оған өзінің әжесі айтқан екен. Ол өлеңде бір сиқырлы өзен бар. Сол сиқырлы өзен бүкіл әлемдегі барлық нәрсенің құпиясын білетіндігі туралы айтады. Сонымен қатар ол 4 сиқырдың, жердің, судың сиқырын бір өзеннің ғана білетіндігін айтады. Осылайша Мұзды өлке 2 мультфильмі басталады. Эрендел патшалығында бейбіт өмір сүріп жатады. Ал Анна мен Эльза бақытты өмір кешіп жатады. Эльзаға бірақ анда-санда анасының балалық шағында орындап бергені құлағына естіледі. Ол қасындағы адамдардан сендерге де естіле ме деп сұраса, олар жоқ деп жауап береді. Ал Анна Олафпен сөйлесіп, көңілді күндер өткізіп жатады. Бұл кезде күз мезгілі болатын. Олаф жапыраққа қарап, сарғайған, қызарған әдемі жапырақтарға қарап, ойға батады. Аннаға сұрақ қояды. Анна, сен қарттықтан қорықпайсың ба үлкеюден деген кезде, Анна оған жоқ деп жауап береді. Өйткені өмір керемет. Менде сен барсың, Эльза бар, Олаф бар, менің достарым бар деген жауап береді. Сөйтіп екеуі сондай көңілді күндер кешіп жатады. Біз доспыз, екеуміз біргеміз, біз бір-бірімізді тастамаймыз деген пікірлерін білдіріп жатады. Және менде Кристоф бар, Свен бар деп жатқан кезде, олар да көңілді өмірлерін сүріп жатқан болатын. Әсіресе Кристоф өзі Аннаға махаббатын білдіргісі келіп жүреді. Ол қалай мен ұсыныс жасасам болады екен деп ойланып басы қатып жүреді. Ал оған Свен өзі ақылын айтады. Сен бірінші әдемі киім алуың керек, романтикалық тұрғыдан оған ұсыныс білдіруің керек деп оны сол кездегі Эрендел патшалығындағы салонға апарады, оған киім таңдауға көмектеседі. Сөйтіп ол Аннаға ұсынысын білдіруге қатты қобалжып жүреді. Анна болса сондай бұрынғы ойнақы көңілді күнімен өмір сүріп жатады. Осы кезде Эрендел патшалығында, осы қамалда сондай бейбіт өмір сүріп жатады. Эльза бұл өмірге қатты қуанады. Бұрынғыдай мұз басып кеткен жоқ, бұрынғыдай салқындық орнаған жоқ. Мен өз күшімді басқара аламын, өзімнің сиқырымды өзім ғана басқара аламын деп қуанышты болып, осындай бақытты күн кешіп жатқанына қатты қуанады. Ал Эрендел патшалығының халқы да өз жұмысын жасап, қаланы көркейтіп, одан әрі дамып жатады. Анна мен Эльза енді мәңгілікке бірге, екеуі бірге ойнап, бірге күліп, бірге ақ жарқын өмірлерін өткізіп жатады. Халық болса Эльзаға бағынып, Эльзаның сиқырына, күшіне тәнті болады. Ол қолынан мұз арқылы сондай салют шашып халықты қуантып тұрады. Ал кішкентай балаларға өзінің сиқыры арқылы қолынан мүсін дайындап береді, қонжықтар дайындап береді. Балалар солармен ойнап мәз болады. Ал бір бала оған кеме жасап беруін сұрайды. Осылайша Эльза балалармен бірге қызықты күн кешіп жатады. Олар барлығы, Эрендел патшалығының халқы барлығы бірігіп, сондай бақытты, қызықты күндерін кешіп жатады.
олардың басында ешқандай уайым қайғы болмайды, олар бір-бірін сондай жақсы көреді және бір-біріне жылы қарым-қатынаста. Анна Эльзамен қайтадан татуласып бірге болғанына қатты қуанады, өйткені олар 15 жыл бойы бір-бірін көрмей, бір-бірін ойнамай өмір сүрген болатын. Бұған себеп Эльзаның сиқырлы күші еді. Ол кезде Эльза өзінің күшін басқара алмайтын еді, ал өзінің күшін, сиқырын, мұз қатырып тастайтын күшін басқаратын білгеннен кейін Эльза